Статистика негіздері. Әлеуметтік зерттеу құралы. Статистика негіздері. Әлеуметтік зерттеу құралы деп аталатын еңбек тұңғыш рет қазақ тіліне аударылды. Оның алғашқы басылымы осыдан 40 жылдай уақыт бұрын жарық көрген. Оқулық 4 бөлімнен тұрады. Дескриптив статистика, орталық тенденция өлшемдері, дисперсия өлшемдері, қалыпты қисық, инференциал статистика, гипотезаны сынау түрлері, ассоциацияның бивариатив өлшемдері, мультивариатив техникалар тәрізді статистиканың ауқымды мәселелерін теориялық тұрғыда қарапайым тілмен түсіндіреді. Статистика негіздері мен оның әлеуметтік ғылымдарда алатын орны мен мүмкіндіктеріне шолу жасалған. Кітап студенттерге, ғалымдар мен оқытушыларға статистика бойынша білімін арттырғысы келетін оқырманға арналған.